Есіркеп батыр мен Махамбет Өтемісұлы халықтың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен батырлар. Есіркеп 17-18 ғасырларда жоңғарларға қарсы ерлік көрсетсе, Махамбет 19 ғасырда әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күрес жүргізді. Екі батырдың қайсарлығы мен ержүректілігі ел аузында аңызға айналған. Махамбет Баймағамбет сұлтанның тапсырысымен опасыздықпен өлтірілсе, Есіркепті Қоқан ханы қапылыста өлтірген. Олардың ерліктері мен халыққа қызметі ұрпақтан ұрпаққа аңыз болып тарап, мәңгі есте қалады. Есиркеп батыр и Махамбет Өтемісов – герои, которые боролись за свободу и независимость народа. Есиркеп проявил героизм против джунгар в 17-18 веках, а Махамбет против социальной справедливости в 19 веке. Героизм и отвага двух героев легендарны в устах страны. Махамбет был предательски убит по поручению султана, а Есиркеп был убит каканским ханом в осаде. Их подвиги служения народу из поколения в поколение становятся легендами и навсегда останутся в памяти. Esirkep Batır and the Makhambet Otemisuly are heroes who fought for the freedom and the independence of the people. Esirkep showed bravery against the Jungars in the 17th and the 18th century, while Makhambet fought against social injustice in the 19th century. Courage and the bravery of two heroes become legend in the country. Makhambet was killed by treachery of the order of the Sultan, while Iskender was killed by Khan Kohan in the siege. Their bravery and service to the people will be passed down as a legend from generation to generation, and will be remembered forever.